Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үш таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бұл бізде 4-ші сабақ, 3-ші сынып математика пәні. Бұл сабақта сен үш таңбалы сандарды қосуды және азайтуды үйренесің. Бірінші тапсырма, мына сандардың моделін жаса, жүздіктерді, ондықтарды және бірліктерді қандай да бір заттармен, фигуралармен белгіле, осы сандар туралы айтып бер. Мысал қараңдар, бірінші суретте қарасаңдар 100 деген сан. 100 дегенді мен үлкен бір жүздік деп алдым да, бір үлкен шеңбермен белгіледім. Екінші қарасаңдар 220 деген сөз, 220. Яғни 220 дегенді мен былай белгіледім. 200-дік, мысалы міне 200-дікті 2 домалақпен белгіледім, 2 шеңбермен. Ал 20-ны ол 2 ондық деп жаңағы немен белгіледім, шаршылармен 2 шаршымен белгіледім. 2 шаршымыз 10-10-нан 20 болады. Ары қарай 324 дегеніміз 3 шаршы, міне 3 шеңбер, міне бұл 300-дік. 20 дегеніміз ол 2 ондық, міне ондықтар 1 ондық, 2 ондық, 2 шаршы. Ал бірліктер 4 бірлікті 4 3 бұрыш ретінде белгіледім. Міне моделін осылай жасаймыз сандардың. Фигуралармен осылай белгілейміз. Келесі, үшеуі де бұлардың үш таңбалы сандар. Просто қараңдар, бірінші сан бұл бізде тек қана жүздік, оның ондығы бірлігі жоқ. Екінші санда 220 дегеніміз бізде жүздігі бар, ондығы бар, бірлігі жоқ, бұл жерде бірлігі 0. Үшінші санға келетін болсақ, бұнда жүздігі де, ондығы да бірлігі бар. Яғни бұл жаңағы әртүрлі разрядтан тұратын сандар екен. Келесі, осы бірінші тапсырманың жалғасы, балалар, қараңдар, бұл жерде сан сәулесінен жиындар шешімін көрсет, осы жиыннан 5 санды ата. Мына қараңдар, мына жерде сан сәулесі берілген, жиындар шешімі тұр. Енді мына жерде төбеде қараңдар, x кіші 100-ден, x үлкен 220-дан, 324 үлкен x-тан. Осы сандарды белгілеп, біз осылардың жаңағы жиындарынан 5 санды атап көрсетуіміз керек. Бірінші, x кіші 100-ден, яғни 100-ден кіші 5 санды айтамыз. Мысалы, 10, 30, 40, 50, 80 деген. Ол енді кез келген сан болуы мүмкін. Ол 5 те болуы мүмкін, ол жаңағы 20 да болуы мүмкін. Яғни мен кез келген 5 санды айттым, 100-ден кіші. Яғни қарасаңдар, мен 100-ді белгіледім қызылмен. Бұлай кіші 100-ден кіші сандарды 0-ге дейін штрихтап белгілеп қойдым. Келесі, 220-дан x үлкен дейді. Яғни қараңдар, 220-дан үлкен санның бар, міне 200-ден сәл ғана былай кейінірек қойдым нүктені, 200-ден жоғары санның барлығы, яғни шексіздік кете береді, мына жерден басталды штрих-код, ары қаратай кете береді, бұл 220-дан жоғары сандардың барлығы. Мысалы қараңдар, 250, 300, 320, 350, 500 деп тағы солай кете береді екен. Енді келесі 324 үлкен x-тан. Енді қараңдар, 324-ті белгілейміз. Бұл енді x-тан үлкен болып тұр. Яғни, мына 324-тен кіші сандарды айтамыз, 324-тен кіші сандарды айтатын болсақ, бізде 300, 290, 250, 200, 100 деген сандар, 5 жиын саны осылай белгіленеді екен. Жақсы, келесі екінші тапсырма. Енді қараңдар, балалар, біз тиімді есептеуге келдік. Яғни, үш таңбалы санға бір таңбалы санды қосу деген, яғни үш таңбалы санды ауызша қосу азайту дегеніміз осы. Яғни ешқандай бағансыз, ешқандай калькулятордың көмегіне жүгінбей осылай қосуды үйренеміз. Ол деген қалай міне? 678 қосу 2 деген өрнек мысалы. Бұл жерде не істейміз? Мына 678-дің 8 деген бірлігімен мына бірлікті бір-біріне қосамыз. Яғни біз мына жерде 670-ті бөлек алып аламыз. 670, мына көрінер ме? 670 қосылған. Енді жақшаның ішіне бірлікпен бірлікті бөліп аламыз, қосып аламыз. 8 қосылған 2. Енді қосқан кезде міне қараңдар, бізде жаңа өрнек пайда болды. 670 қосу 8 қосылған 2. Енді тең деймізді ары қаратай. Енді мына жақшаның ішіндегі санды есептеуіміз керек қой. 670 қосу 10, енді 670-ке 10-ды қосамыз, 680. Сонда көрінер ме? 678-ге 2-ні қоссақ, 680 шығады. Міне бұны толығымен тарқатып, өстіп жазып отырамыз. Сонда бізге түсінікті болады.
бірлігін қай жерден қосу керек, ондығын қалай шығару керек, барлығы белгілі. Келесі 791 қосу 9. Ол жерде 790 шығарып аламыз. 790 қосу 1 қосылған 9 тең болады 790 қосу 10 тең болады 800-ге. 992 қосу 8. 990-ды бөліп аламыз. Қосылған 2 қосу 8 тең 990 қосу 10 тең болады 1000-ға. Келесі 680 азайту 2. Енді бұл жерде мұқият болыңдар, себебі бұл жерде кішкене сәл басқашалау. Азайту кезінде, қосу кезінде өте оңай. Енді 680 дегеніміз, бұл жерде бірлік жоқ. Азайтатын мысалы 0-ден 2-ні азайта алмаймыз. Бізге мына жерге 10-дық қылуымыз керек мынаны. 10-дық 0-дың қасына 1 қосып 10-дық қылуымыз керек. 10-нан 2-ні азайтатындай жасауымыз керек. 10-дықты біз қалай жасаймыз? Мына 680-нің өзін жүктеп аламыз. 680 дегеніміз ол 670-ге 10-ды қосқандағы сан, иә, міне. 670 қосу 10 азайтылған 2 деп аламыз. Енді бізде бірлік пайда болды 10 деген. Енді 670-ті жақшаның шыртына шығарамыз. Қосылған 10 азайту 2, міне бірліктен бірлікті азайттық. Тең болады 670 қосу 8 тең болады 678. Сонда 680-нен 2-ні азайтсақ 678 шығады екен. Келесі 800 азайтылған 9. Енді мынандай толық жүздіктен бірлікті азайту. Бұл жерде жүздікті 790 қосу 10 деп аламыз. Яғни 790-ға 10-ды қоссақ 800 ғой. Енді мына 10-нан 9-ды азайтамыз. Себебі бізге бірліктен бірлікті азайту керек болып тұр. Бірлікті шығаруымыз керек. 10-нан 9-ды азайтамыз. 790 қосу 10 азайтылған 9 тең болады 791. Мына жерде 10-нан 9-ды азайтсақ 1 ғой. 790 қосу 1 тең 791. Келесі 1000-нан 8-ді азайтамыз. 990 қосу 10 азайтылған 8 тең 990 қосу 10 азайтылған 8 тең 992. Келесі 3-ші тапсырма. Енді балалар, бұл жақта барлығы түсінікті деп ойлаймын. Тек қана мен түгелін оқып өтемін. Жалпылама қайдан шыққанын түсіндірмеймін. Себебі мұқият қарасаңдар, бұл жерде бәрі түсінікті. Алдыңғы тапсырмада мен түсіндірдім. Дәл сол сияқты мына жерде де. Себебі есеп өте үлкен, өте көп. Кеттік. 3-ші тапсырма. 576 мен 4-тің қосындысы тең болады 570 қосу 6 қосу 4 тең 570 қосу 10 тең 580-ге. 593 қосу 7, 590-ды қосылған 3 пен 7-нің қосындысы тең 590 қосу 10 тең 600. 3 қосылған 547, 540 қосылған 3 қосу 7 тең 540 қосу 10 тең 550. 7 қосу 123, 120 қосу 7 қосу 3 тең 120 қосу 10 тең 130. Жалғасы 872 қосу 8, 870 қосу 2 қосу 8 тең 870 қосу 10 тең 880. 986 қосу 4, 980 қосу 6 қосу 4 тең 980 қосу 10 тең 990. 4 қосу 806, 800 қосу 6 қосу 4 тең 800 қосу 10 тең 810. 2 қосу 288, 280 қосу 2 қосу 8 тең 280 қосу 10 тең 290. Келесі ары қарай 1000-нан 7-ні азайтамыз. 990 қосу 10 азайтылған 7 тең 990 қосу 10 азайту 7 тең 990 қосу 3 тең 993. 790 азайтылған 6, 780 қосу 10 тең азайтылған 6, 780 қосу 10 азайту 6 тең 780 қосу 4 тең 784. 800 азайтылған 7, 790 қосу 10 азайту 7 тең 790 қосу 10 азайтылған 7 тең 790 қосу 3 тең 793. 900 азайтылған 2, 890 қосу 10 азайту 2, 890 қосу 10 азайту 2, тең 890 қосу 8, тең 898. Келесі 780 азайту 9, 770 қосу 10 азайту 9, 770 қосу 10 азайту 9, тең 770 қосу 1, тең 771. 900 азайтылған 7, 890 қосу 10 азайту 7, 890 қосу 10 азайтылған 7, тең 890 қосу 3, тең 893. 300 азайтылған 6, 290 қосу 10 азайту 6, 290 қосу 10 азайту 6, 290 қосу 10, 290 қосу 4, тең 294. 500 азайтылған 4, 490 қосу 10 азайту 4, 490 қосу 10 азайту 4, тең 490 қосу 6, тең 496. Келесі жалғасы 567 қосу 3, 560 қосу 7 қосу 3, тең 560 қосу 10, тең 570. 439 қосу 1, 430 қосу 9 қосу 1, тең 430 қосу 10, тең 440.
560 азайтылған 9, 550 қосу 10 азайтылған 9 тең 550 қосу 1 тең 551. Мына жерде мен қысқарттым, себебі мына 560 қосу 10 болу керек. 560 қосу 10 азайту 9 болу керек. Мен бірден жазып кеттім. 560 550 қосу 10 дегенді бірден жазып кеттім. Мен 550-ді бірден сыртына шығарып жібердім. 2 қосу 678, 670 қосу 2 қосу 8 тең 670 қосу 10 тең 680, 6 қосу 324, 320 қосу 6 қосу 4 тең 320 қосу 10 тең 330, 900 азайтылған 7, 890 қосу 10. Мына жерде де қараңдар. 900-ді мен бірден 890 қосу 10 деп бөлек жазып жатпай, бірден жазып жібердім. 890 қосу 10 азайтылған 7 деп. 890 қосу 3 тең 890. Келесі 777 қосу 3, 770 қосу 7 қосу 3 тең 770 қосу 10 тең 780. 888 қосу 2, 880 қосу 8 қосу 2 тең 880 қосу 10 тең 890. 500 азайтылған 6, 490 қосу 10 азайту 6. Мына жерде бірден жазып кеттім. 490 қосу 10 жақшаға алып, одан азайту 6 деп жіктеп жатпай, бірден 490 қосу 10 азайтылған 6 тең 490 қосу 4 тең 494. 400-ді мына жерде тоже бірден 400-ді жіктеп кеттім. 390 қосу 10 азайтылған 9 тең 390 қосу 1 тең 391. 670 деген азайту 5, 660 қосу 10 азайтылған 5 тең 660 қосу 5 тең 665. 350 азайтылған 8, 340 қосу 10 азайтылған 8 тең 340 қосу 10 тең 342. Бұл бізде жаңа 3-ші тапсырманың соңғы осы болатын. Енді қараңдар, 4-ші тапсырма. Бұл енді өте оңай. Бұны 2-ші сыныпта шығарған болатынбыз бірнеше рет. Менің алдыңғы видеоларымды тамашалап қарасаңдар, сол жерде неше түрлісі бар. Енді қараңдар, мына жерде тек қана бағыттауышпен бәрі айналып көрсетіліп тұр. 468-ге 7-ні қосамыз деп тұр. Қосылған 7 мына тігінен жүресіңдер. Солдан оңға қаратай. 7 тең болады, 475 шығу керек. Енді 465-тен астыға қараңдар. 468-ден астыға қараңдар. Астыға қарай қосу 2 деп тұр. 2-ге қосқан кезде 470, 470-ге 5-ті қосасын 475. Сонда мына бұлай айналып келгенде сол санына, соңғы сан тең шығу керек. Ары қарай 622-ден азайтамыз 6-ны тең болады 616. Енді астымен айналып барғанда мына 616 шығу керек. 622-ден 2-ні азайтамыз 620, 620-дан 4-ті азайтамыз 616. Дұрыс. Келесі 302-ден азайтамыз 9-ды тең 293. Енді астыға қартай 302-ден 2-ні азайтамыз болды 300 шығады, 300-ден 7-ні азайтамыз 290 шығады. 876-ға қосамыз 8 тең 884, 876-ға қосамыз 4-ті 880, 880-ге қосамыз 4-ті 884 шығады екен. Келесі 5-ші тапсырма. Енді балалар, бұл есепті шығар, кері есеп құрастыр дейді. Тәжірибелі метеоролог бір жылда 240 болжам, ал көмекшісі одан 115-ке кем болжам жасады. Олар жыл бойы бірге қанша болжам жасады? Мына қараңдар, метеоролог ол 240 болжам, көмекшісі белгісіз, бірақ 115-ке кем, барлығы қанша? Шешу 240-қа қосамыз, 240 азайтылған 115-ті тең болады 365 болжам. Яғни бір жылда жасаған болжамы, өзі 365 күн бар, бір жылда сол 365 күн бойы метеоролог көмекшісі екеуі болжам жасаған екен. Көрінер ме жауабы? Олар жыл бойы бірге 365 болжам жасады. Енді дәл осыған кері есеп. Бізде бағана метеоролог белгілі болған, осы жыл көмекшісін белгілі жасадым. Көмекшісі белгісіз, метеоролог белгісіз, көмекшісі белгілі 125, бірақ 115-ке артық деп жасадым. Бағана кем болған. Жалпы барлығы қанша? Шешуі 125 қосылған 125 қосу 115 тең 365 болжам. Жауабы олар жыл бойы бірге 365 болжам жасады. Енді сендерге мынандай тапсырма, сендер кері есеп құрастыру білесіңдер. Енді мына метеорологты да көмекшісін де белгілі етіп, тек қана бұл жерде жалпы мына болжам жасаған күн қанша соны белгісіз етіп есеп құрастырып көріңдер. Мен оны әдейі құрастырмадым. Сендер бұл ең оңай түрі, ең оңайсы қалды. Мына жерде мен ең қиын деген түріне есеп құрастырдым. Енді сендер оңай түріне қалған. Жалпы болжам жыл бойы бірге қанша болжам жасағанына сендер кері есеп құрастырып көріңдер өздері.
Келесі балалар, 6-шы тапсырма, бірінші мысалдарды шығар, олардың жауабын пайдаланып, келесі мысалдардың жауабын жылдам тап. Міне қараңдар, бірінші 650, 660, 670 дегенге қараймыз. Яғни 10 саннан аттап отырамыз. Екіншісінде 100-ге 60-ты қосамыз, 100-ге 40-ты қосамыз, 100-ге 20-ны қосамыз. Яғни бұл жерде 20 саннан аттаймыз. Келесі 810-ға 90-ты қосамыз, 810-ға 60-ты қосамыз, 810-ға 30-ты қосамыз. Бұл жерде 30 деген саннан аттап отырамыз. Кеттік. 660, 650 қосу 40, азайту 390 бізде 300. Енді қараңдар, бұл жерде 10-нан секіретін болсақ, 10 саннан. Келесіміз 660 болғандықтан бұл 310, 670 болғандықтан 320 болады жауап. Көрінер ме? Бірден даже есептемей-ақ, бірден шығара салуға болады. Келесі 560-тан азайтамыз, 100 қосу 60, 100-ге 60-ты қоссақ 160, 560-тан 160-ты азайтсақ 400 болады. Енді бұл жерде 20 саннан секіреміз. Келесілердікі жауабы бірден 420, 440 болу керек. Келесі 810 қосу 90 тең, азайту 100 тең 800. Енді бұл жерде қараңдар, бұл жерде 30 саннан аттап отырамыз. 800, 770, 740. Көрінер ме? Міне осылай шығады. Келесі соңғы тапсырма балалар, енді бұл ауызша орындауға болады. Бұны балалар күн райын бір апта бойы бақылады. Кестеге қарап сұрақтарға жауап беріңдер. Енді қараңдар, мына жерде кестеге жел болған, жаңбыр болған күндерді белгілеуге тапсырма берілген екен. Балалар соны жасаған екен. Жел болған күндерді атаңдар. Жел болған күндер. Жел болды бізде сейсенбі, сенбі күндері. 2 күн қатарынан бір аптада жел болған екен. Жаңбыр жаумаған күндер, яғни жаңбыр жаумаған күндер. Жаңбыр жаумаған, жел соққан күндер, яғни жаңбыр жаумаған күндер. Сейсенбі күні, сәрсенбі күні, жұма күні, және жаңбыр жаумаған күн, сенбі күні, жексенбі күні жаңбыр жаумапты. Жел болса да жаңбыр жаумаған күндер. Ал жаңбыр да жел де болмаған күндер. Жаңбыр да жел де болмаған күндер татайық. Жаңбыр да жел де болмаған күндер бізде сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері екен. Яғни бұл күндері күн мүлдем ашық болған екен. Міне балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Бүгінгі видеодағы тақырыптар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Әсіресе бүгінгі видеода менің ойымша есептеулер, жіктеулер, яғни ауызша есептеу кішкене қиындау болған сияқты. Оны егерде түсінбеген болсаңдар, тоқтатып қойып видеоны алдымен толығымен қарап алыңдар, неден не шықты. Содан кейін менің оқығаныммен ары-қаратай қайта тыңдап, бірнеше рет тыңдап көріңдер, сол кезде түсінесіңдер. Алдағы уақытта осындай есептер тағы да шығарамыз деген ойдамын. Тақырып енді ғана басталды, сондықтан менімен бірге болыңдар. Мені тыңдап, тамашалап, менің каналыма тіркеліп отырғандарыңа көптен көп рахмет. Менің каналымда жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, әр видеома подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңдар. Сол кезде менің жаңадан шыққан видеоларымның барлығын тамашалай алатын боласыңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.